сәлеметсіздер ме балалар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен қазақ тілі 2 сынып 124 сабақ. Сабақтың тақырыбы сын есімді қайталау. Бүгін барлық тапсырмаларды орындайтын боламыз. Сын есімді қайталау. Дара және күрделі сын есімдерді ажыратамын, мәтіндегі негізгі ойды анықтаймын, қатені табамын және түзеп жазамын. Мәтінді тыңда. Ұшақ пен тікұшақ. Әуежайда 2-3 күннен бері ұшақ пен тікұшақ қатар тұрған еді. Бір кезде ұшақ, осы саған таң қаламын, деді көршісіне қарап. Өзің тым шабан ұшасың, сенімен салыстырғанда жай ұшатыным рас. Есесіне мен бір орында қалықтап тұра аламын. Көкке көтерілгеннен кейін бір орында қалықтап тұрудың қажеті не? Осылай деді де ұшақ тікұшақтың жауабын күтпестен ұша жөнелді. Кенет ұшақ төменге көз салса, бір кеме суға батып барады екен. Құтқарушылар бір орында қалықтап тұрған тікұшақтан арқандап түсіріп, кемедегі адамдарды құтқарып жатыр. Өзінің орынсыз сөзіне ұялған ұшақ бұлттардың арасына кіріп кетті. Бауыржан Ғұбайдуллин. Балалар, каналға тіркеліп, лайк басып, подписка кнопкасын басып отырыңыздар. Соңына дейін қарап отырыңыздар, сабақта барлық жауаптар орындалатын болады. Тыңдаған мәтін бойынша өз ойыңды айт. Мәтіндегі негізгі ойды анықта. Ұшақтың қандай түрлерін білесің? Негізгі ой – біреуден мін іздеп орынсыз сөйлемеу. Ұшақ, тікұшақ, әскери ұшақ. Келесі 15 жаттығу өлеңнің қатесін түзеп көшіріп жаз. Мынау жасыл қарындаш, мұнымен гүлді бояймын. Мынау көк қарындаш, мұнымен суды бояймын. Ұлықбек Есдәулет. Сын есімдерді тап, қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат. Сын есім жасыл, көк, гүл, түбір, ті, жалғау, су, түбір, ті, жалғау. Балалар, лайк басып, подписка кнопкасын басып отырыңыздар. Шығармашылық үзіліс 16 жаттығу берілген әріптер қатарында жасырылған сын есімдерді тауып жаз делінген. Көк, әдемі, ала, ақ, ірі, таза, қысқа, сарғыш, лас. 17 жаттығу жұмбақты оқып шешуін тап. Адам көтерген көк ала шатыр қалқып келе жатыр. Сын есімдерді тап, дара күрделі екенін айт. Парашют, сын есім, көк ала. Ал балалар, сіздерге сабақ ұнады деген ойдамын. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше балалар, сау саламатты болыңыздар.